Ассалаумағалейкум қадірменді көрермендер. Мына бірнеше күн бұрын маған, яғни маған емес, мына Сауарна парақшасына бір сұрақ келген болатын. Ең алғашқы сұрақ деуге де болады. Сол себептен сол жігітке мен көмектесіп жіберейін. Так, мына жерге бір сұрақ келіп тұр. Sony Vegas Pro мен видео монтаждап үйрететін видео түсірші дейді. Яғни бірінші рет өзім қондырғалы тұрмын, сол себептен қазір мен мына рабочий столға міне скачать етіп алдым. Қазір не істейміз? Осы жерге лақтыра салайын. Міне түсті. Шықты, көрейік. Міне алғашқы бірінші рет мынау сіздердің көз алдарыңызда жүктеп алып қондырғалы тұрмын. Неше күннен бері негізінде далее. Русский язык деп. Скачать новые репаки. Ладно, далее баса берейік, көрейік не болатын. Так, распаковка времени файлов дейді. Все готово, принято пользование дейді, білмеймін, в общем, нақты кішкентай жест тұр, күлкілі бірдеңе дейді. Окей, ладно, бізге қатты қажет жоқ. Окей, баса беремін, себебі менде внешний дейді ғой, сыртқы звук, дыбыс картасы бар менде. Яғни ол студиянка, M-Audio Studio, Fast Track Pro деген, Fast Track Pro M-Audio компаниясының сыртқы дыбыс картасы, яғни менде микрофон. Ол айтқанда қазақша жұмыртқа, орысша айтқанда яйцо микрофон дейді ғой, сол сияқты. Такстар, Sennheiser немесе басқа маркалы микрофон деп ойлап жүрдім. Барлығын маған сатқан жігіт. Бірақ Такстар болып шықты. Міне көріп тұрсыздар, маған қазір қатты қажеті жоқ. Нажмите, что загрузить бесплатно обновление дейді. Маған қатты қажеті жоқ. Міне көріп тұрсыздар, Sony Vegas Pro.